Маңызды жаңалық. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Егер осы хабарды сіз толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписать баларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Шектеу қойылды. Маңызды хабар. Қазақстанда банктердің борышкерлерге қоңырау шалу тәртібі өзгерді. Банктердің борышкерлерге қоңырау шалу уақыты мен санына шектеу қойылды, деп хабарлайды Алаш көзі. Қазақстанда екінші деңгейлі банктердің берешегі бір клиенттерге телефон соғу тәртібі бекітілді. Енді қаржы ұйымдары борышкерлерді шексіз қоңыраулармен мазалай алмайды. Жаңа ережеге сәйкес, жұмыс күндері сағат 8:00-ден 21:00-ге дейін аралықта ең көбі 3 рет, ал демалыс күндері мереке күндері берілген. Белгіленген уақыт шеңберінде тек 2 рет қана хабарласуға рұқсат етіледі. Сондай-ақ банк қызметкерлеріне клиентке психологиялық қысым көрсетуге қатаң тыйым салынды. Байланыс кезінде оператор өзін және банктегі таныстарын негізгі қарыз бен өсімпұл көлемін нақты түсіндіруге міндетті. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.